Бұл медитация Невил Годдардтың оқулықтарының негізінде жасалынған. Оны түнде жатар алдына тыңдауды кеңес беремін. Егер оны құлақ қаптармен тыңдасаңыз, өте керемет болады. Өзіңізге ыңғайлы позада жайғасып, көзіңізді жұмып, барынша денеңізді босаңсытыңыз. Назарыңызды деміңізге аударыңыз. Денеңізге толық босаңсуға рұқсат беріңіз. Денеңіздің қалай босаңсып жатқанын сезініңіз. Енді назарыңызды маңдайыңыздың ортасындағы нүктеге аударыңыз. Кейін назарыңызды иегіңізге қарай аударыңыз. Қайтадан назарыңызды маңдайыңыздың ортасындағы нүктеге аударыңыз. Қайтадан назарыңызды иегіңізге аударыңыз. Осылай назарыңызды кезек-кезек екі бағытта алмастырыңыз. Асықпай, баяу назарыңызды екі нүкте арасында алмастырыңыз. Маңдайыңыздың ортасынан иегіңізге, иегіңізден маңдайыңызға. Сіз ұйқы алдындасыз, бірақ ұйқыда емессіз.
Енді сіздің қалауларыңыз орындалған кезде болатын оқиғаларды елестетіңіз. Өзіңізге осы кездегі сезімдерді сезінуге рұқсат етіңіз. Не істеп жатырсыз? Қалай істеп жатырсыз? Қандай сезімдер сезініп тұрсыз? Дәл қазір сіздің арманыңыз орындалған. Сіз жай ғана осы өмірді сүріп жатырсыз. Қуаныш және шүкіршілік эмоцияларына бөленіңіз. Өйткені армандарыңыздың, қалауларыңыздың бәрі орындалған. Өзіңізге қалаған арманыңыздағы образдарға кіруге рұқсат етіңіз. Сіз дәл қазір осы жердесіз, осы шындықтасыз. Өзіңіздің ойларыңызға, сезімдеріңізге, сенімдеріңізге осы қалауларыңыздың орындалған кезін сезінуге рұқсат беріңіз. Айналаңыздан не көріп тұрсыз? Кімді көріп тұрсыз? Қалай киінгенсіз? Не істеп жатырсыз? Не естіп тұрсыз? Елестетіңіз. Өте жақсы. Жалғастыра беріңіз осылай. Визуализация кезінде қатты күш салмаңыз.
Бұл процестен сіздің ләззат алғаныңыз маңызды. Өзіңіздің сезімдеріңізді бақылаңыз. Тек жағымды эмоцияларды есте сақтап қалуға тырысыңыз. Ал басқаларға мән бермеңіз. Егер сіздің ойыңыз осы образдан шығып кетсе, баяу қайтып осы образға кіріңіз. Енді өзіңізге жақын адамның айтқан фразасын тыңдаңыз. Мүмкін бұл сіздің ең жақын адамыңыз, немесе сіз өзіңіз жақын адамдарыңызға осы фразаны айтып жатырсыз. Бұл фразада қалауым, армандарым орындалды деп айтылады. Фразаны бірнеше рет қайталаңыз. Егер ойыңыз басқа жаққа кетсе, осы фраза арқылы образға қайтыңыз. Осы фразаны қалауларыңыз орындалған образда бесік жырын айтқандай жағымды түрде қайталаңыз. Осылай қуанышпен, шабытпен шолуды жалғастыра беріңіз. Бұл сіздің өміріңізге шолу. Енді жайлап ұйқыға дайындалыңыз. 1 деген цифраны естіген кезде сіз ұйықтап кетесіз.
10. Сіздің денеңіз босаңсыған, санаңыз тыныш, байыпты күйде. 9. Қалауларыңыздың орындалған кездегі образды ойша елестетуді жалғастырыңыз. Сегіз. Сіз армандарым орындалды деген фразаны қайталай бересіз. Жеті. Қалауларыңыздың орындалғаннан кейінгі ризашылық және шүкіршілік эмоциясын сезінесіз. Алты. Армандарым орындалды деген фразаны нақтылап, растап, сондай тонда айтасыз. Бес. Фразаны қайталаңыз. Төрт. Фразаны қайталаңыз. Үш. Қалауларым орындалды. Бәрі жақсы. Екі. Сіз шүкіршілік сезіміне бөлендіңіз. Сіздің бойыңыз ризашылық пен шүкіршілікке толы.
bir, siz uyktab жатырсыз.